Ассаламуалейкум құрметті достар. Малыңыз семірмей, жүні түсіп, қотыр болып, іші өтіп, паразит құрттардың кесірінен түрлі індеттерге шалдығып жатыр ма? Әдеттегі ибермекті егіп 10-15 күннен кейін тағы егіп мазаңыз кетті ма? Онда қараңыз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Сіздер үшін пайдалы ақпарат беруге әрқашан дайынбыз. Сонымен қатар Қазвет YouTube арнасына тіркелуді ұмытпаңыз. Онда мал шаруашылығына қатысты және мал дәрігерлігіне қатысты құнды ақпараттарды көре аласыздар. Жоғарыдағы айтылған белгілер байқалса, мына дәріні істетуді ұсынам. Бұл дәрінің қазақша аты жеті бірлеспе, яғни Қытайдың жоғары технологиясымен өндірілген ибермектины. Бұл дәрінің ерекшелігі аты айтқандай жеті түрлі дара ерекшелігі бар. Бірінші, қандағы паразиттерге қарсы. Екінші, мидағы паразиттерге қарсы. Үшінші, бауырдағы паразиттерге қарсы. Төртінші, ішектегі паразиттерге қарсы. Бесінші, түрлі қыл-құрттарға қарсы. Алтыншы, түрлі жәндіктер мен насекомдардың әсерінен пайда болатын паразит құрттарға қарсы. Жетінші, малдың асқа болған тәбетін арттырып, тез ет алуына көмектеседі. Ең қызығы, бұл дәріні тері астынан, бұлшықеттен, сонымен бірге ауыздан да беруге болады. Ал дәрілегеннен кейін 6 айға дейін өзінің құрт өлтіру қабілетін сақтайды. Яғни бір салғаннан кейін 6 ай өткеннен кейін бірақ саласыз. 10 күннен кейін қайталап салу деген әңгіме жоқ. Көптеген паразит құрттар түрлі насекомдар мен жәндіктердің әсерінен және сыртқы ортаның әсерінен пайда болып жатады. Әдеттегі ибермектердің құрт өлтіру қабілеті 20-30 күнге дейін ғана. Ал енді көптеген насекомдар 20-30 күннен кейін тағы да балапандайтын болса, тағы да паразит құрттар пайда бола бастайды. Ал осындай кезде қайта-қайта ибермек егуге тура келеді. Ал енді бұл дәріні істесеңіз, 6 айға дейін ешқандай ибермек егудің қажеті жоқ. Егер бұл дәріні алғыңыз келсе, төменде номерін қалдырам, номерге хабарласып заказ берулеріңізге болады. Қазақстанның кез келген ауыл аймақтарына салып береміз. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.